Я Құдайым оның бетін ары қылсын. Келешекте соғыстың үлкені мұнай емес, су туралы болады деп еді. Қазірдің өзінде су мұнайдан қымбат. Кей елге су тапшы. Алайда қазіргі көз алдағы жағдайда мұнай туралы соғыс болып жатыр. Қай елде мұнай көп, мұнайдың бағасы, сол мұнайды иелеу үшін кім-кімге өз ықпалын жасап жатыр. Қазақстанның асты да үсті де байлыққа толы дейміз. Мұнай да көп бізде, шикізат, бәрі. Алайда осы суға келгенде біз мақтана алмаймыз. Қазақстан дүние жүзі бойынша ең үлкен ішкі құрлықтық мемлекет. Бізге судың көбі сырттан келеді. Шекаралық өзендер. Қазірдің өзінде сол шекара асып келетін өзендердің қайнары азайғандығы үшін дабылда қағылып жатыр. Бұрынғыдай су қоры жоқ. Ал суға деген мұқтаждық өте көбейген. Ел дамыған, завод көбейген, өндіріс артқан, халықтың да ең бірінші тіршілік көзі осы су. Бір ғана Астана қаласы елордамызға күніне 200-ден артық адам келіп жатыр дейді. Осы қарқынмен өсе беретін болса, қала халқын ауыз сумен толық қанағаттандыру қиын шаруаға айналады. Сондықтан да осындай мәселенің алдын алу үшін арнайы хабар дайындап отырмыз. Аз уақыттан кейін осы әппақ қармен қоштасасыздар. Қыстай сіздерді тоңдырған, мұздатқан, қарлы бораны бар солтүстіктегі осы қар аз күнде жоқ болады. Көктем шуағымен ары қарай жаз келеді, күз келеді. Енді ойлай беріңіз, қарды да сағынасыз, бірақ қар жоқ. Көз алдыңызда су болып ағып кетті, не лай болды. Тасып қаланың сыртына алып кетті, қоқысқа төкті. Алайда жазда сізге су керек болады. Өйткені біз дүние жүзі бойынша ішкі құрлықтық бірінші мемлекетпіз. Біздің өндіріске, түрлі шаруаға осы су қажет. Алмапыс аузыма түстеп сырттан келетін суға қарап отыра алмаймыз. Ал алдымыздағы суды біз пайдаланып қалмасақ, бүгін бар ертең жоқ. Ал суды бізге Құдай берді. Қайсы Құдай? Төбедегі әппақ қарды алдымызға жайып берді. Ал сол әппақ қарды біз көктем шығардан бұрын жинап алып суға айналдырдық па, әлде қаладағы қарды далаға тасып, оны қоқыс қылып жібердік? Ал ауылдағы немесе таулы қарлы бөктердегі әдемі жиналған қарларды біз қайда жібердік? Орманға сіңіп жоқ болды. Немесе боранға ұшып айдалаға кетті. Керекке жарамады. Ал енді ойланыңыз. Ғылым техника дейміз, сыртқы елден қаржы тарту дейміз, адамдардың күші, еңбекке тарту, жастарды жұмылдыру дейміз. Ал қыста осы қар қайда кетті? Осыған біздің азаматтардың ғылымы, білімі жетпей тұр ма? Жетіп тұр. Ал қаржы жағынан жетпей тұрса, шетелдің қаржысын пайдалануға болады. Өйткені біздің елге қаржы ағылып келіп жатыр қазір. Соларды қандай жерге пайдалану керек? Тек қана мұнайға, құрылысқа соған сала берсек, ең керегі құрылыс үшін де, мұнай үшін де, энергия үшін де бәріне не керек? Ең бірінші су керек. Ал сол суды біз сақтай алдық па? Судың біздің Қазақстанда қоры өте мол ма? Жай ғана бір қала үшін, аудан үшін бізде қанша су сақтау орындары бар? Бұл аз. Бұны қанағаттандыру үшін мен осы хабарды арнайы жазып отырмын. Бір Астана қаласы мен Көкшетауды мысалға алайық. Көкшетаудың қары қандай әппақ, одан қандай мөлдір бұлақтар шығады, дұрыс пайдалана алсақ. Қарағайдың арасындағы бөктердегі қарларды жинап алып, оны ғылым техника жолымен синтездесек, тіпті таза суға дейін айналады, ауыз суға. Ал қаланың қарын нашар десеңіз, оны малға немесе атыздыққа, түрлі жолдарға пайдалануға болады. Оны босқа далаға тасимыз да, ары қарай қоқыс болады. Көктемде ол безгек болып масамен ауру алып келеді, сасиды. Қаланың да біз Астананың ауасының қандай таза екенін білсек, қары да таза. Басқа қалаларда қар қап-қара болып кетсе, Астананың қары осы бір желімен, боранымен тап-таза болып, қарды өзі-ақ тазарап кетеді табиғи жолмен. Сол қарлардың кейбіреуін екшеп алып, дұрыс пайдалансақ, ол құндылық. Ал нашар, сапасыз қарларды басқа жолмен дұрыс реттесек, ол да керек болатын еді. Жазда су таппай қаламыз. Міне, енді келесі жылы, 2027 жылы біз қарды далаға кетірмейтін үлкен техниканы, жобаны қолға алсақ, еліміздің дамуы, өркениеті тіпті күшейе бермек. Жұмыс жоқ деп құр отыра бергенше, қу шөппен ауыз сүртпей, екі қолға бір күрек алдымызда қарды пайдаланып қалайық.
Ақшамызды, шетелден келген қаржымызды осы суды пайдаланатын, бүкіл көз алдымызда қарларды жинап төгетін орын жасау керек. Су сақтау орны, қар төгу орны, және оны ғылым техникамен синтездеу, екшеу, тазалау және оның буланып кетпеу үшін түрлі жағдайларды қолдансақ, біздің қолымыздан бәрі келеді. Сонда біз суға мұқтаж болмаймыз, елге су жібер деп жалынбаймыз. Шекарамен келе жатқан сулар ол өзінің дипломатиялық жолмен келе береді, ал былайша Құдайдың берген тегін қарын біз далаға жібермейміз. Кейбір қар өзімен табиғи жолмен егістікке, орманға сіңіп керекке жарар, бірақ артылып қалатын қарлар бар. Босқа қаланы су бастырып, адамдар қиналатын қарды біз далаға төкпейік. Ол далаға төгілген қардың өзімізге ертең апат болып келсе таңғалмайсыз. Ол сасығаннан кейін одан неше түрлі аурулар және ол өзен көлдегі балықтар, түрлі тіршілік заттар бұлғанады, қырылады. Ал енді сол қарды артық мөлшерде тастай бермей, жинап алсақ, жазда бізге қандай қажеттілікке керек болады. Мен осы істің алға басатынына және елдің қолдайтынына сенемін. Өйткені қазақ үшін, Қазақстан үшін ең бірінші орында мұнайдан да қымбат су керек. Су қазіргі қоғам үшін де, келешек ұрпақ үшін де аса маңызды. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, бай, намысты болуға хақылы әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше, қос мереке қатар келген, яғни мұсылмандардың ұлы мерекесі ораза айт пен дәстүрлі ұлыстың ұлы күні әз наурызымыз құтты болсын. Берекеміз арта берсін.